Баршаңызға сәлем, мені құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін алдыңғы видеода жасаған нан себетімнің ішіндегі булочкалардың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жылы суымыз бен сүтімізді бірге араластырып, осындай ашытқыны жақсылап ертіп аламыз. Және де қант, жұмыртқа, ертілген сары май, оның барлығын салып, жақсылап өте жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Рецепт описание бөлімінде болады міндетті түрде. Егер де құр сүтпен ғана жасайтын болсаңыздар, онда булочкаларыңыз піскен кезде беті тез күйіп кетеді дағыны. Ортасы кішкене пісіңкіремей қалады. Сол үшін кішкене булочкаға сумен араластырып илейтін болсаңыздар, онда булочка піскен кезде әдемі бір қалыпты болып піседі. Осындай өте жұмсақ қамыр илегеннен кейін ешқандай артық ұн қоспастан қолымызды кішкене ғана ұнға малып алып, барлық қамырды бірге біріктіретін боламыз. Міндетті түрде сұйық маймен бастырып шығамыз осылай. Сумен бастыруға болмайды, себебі булочканың қамыры неғұрлым майлы болған сайын өте жұмсақ болады. Осындай жұмсақ қолға жабыспайтын әдемі қамыр шықты. Енді ашығанша қойып қоямыз. Ашыған қамырды бөліп алып, бұны кішкене расстойкаға қоямыз. Яғни бір рет ашытып алып көтеріп, сосын барып екіншісінде осылай расстойкаға қойып барып, кішкене ортасындағы жаңағы ауаның барлығын шығарып, осылай әбден көтерілгенше күтеміз дағыны. Үшіншісінде барып өстіп формаларын жасап пісіре бастаймыз. Мен бұл формаға әзірге екі түрлі булочка жасап жатырмын. Біреуін кішкене ғана аштым дағыны, ортасына шоколадтар салып, осылай гүлдеп шықтым. Қайшымен кесіп, гүлдің формасын жасап, осылай кескілегеннен кейін шет-шетін жақсылап тартып біріктіріп отырсақ, мынандай әдемі гүлдің бұрыштары болып шығады. Бұл гүл булочка. Енді екіншісінде ватрушка, жай ғана сүзбе салып, ортасына осылай жасай салдым. Болды. Енді тағы да екі түрлі булочканың формасын көрсетейін. Бұл жерде мен қазір кірпінің формасын жасап жатырмын. Ортасына кез келген зат салып, осылай пирожки сияқты етіп түйіп аламыз дағыны бір ұшын. Өстіп, әрі бұл шемішкен дәнек сияқты формаға келеді. Варенка салсаңыздар да болады, сүзбе салсаңыздар да болады. Менде қазір клубниканың вареньясы. Кішкене сопақшалау етіп басын келтіріп аламыз дағыны. Міндетті түрде бірінші жұмыртқасын жағып, сосын көзі ретінде қара күнжіт я болмаса мақты осылай сеуіп алып, көздің орнын жасаймыз. Міне осындай кішкене кірпіге ұқсайтын форма жасап шығамыз. Енді қайшымен кескілеп шыққан кезде бұл тура кірпі болып шығады. Осындай ерекше булочка болып шықты. Енді мынау французский деп аталынады. Бұның ортасына да кез келген зат салуға болады. Салмай жай ғана осылай орап жасай берсеңіздер де болады. Өте оңай булочкалар. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Және де менің каналыма тіркеліп, каналымды жоғалтып алмас үшін лайк басып қойыңыздар. Сіздер үшін өте үлкен сауап, ал мен үшін өте үлкен қуаныш. Енді осының барлығын мен нан себетке салып, осылай әдемілеп оформлениясын жасап, сәндеп шықтым. Ал енді булочканың ортасын қараңыздар. Мен ешнәрсе салмаған булочканың ортасы осылай болып шықты. Яғни слой сияқты болып. Ал енді ортасына кішкене жаңағы құлпынай салып жүрген булочкам, яғни кірпі шешеніміз осылай болып шықты. Өте жұмсақ, қараңыздар. Түсінің өзі қандай сары, әдемі болып тұр. Және де мына сыртының өзіне ұстаған кезде өте жұмсақ. Өте дәмді булочкалар. Жасап көріңіздер, сау болыңыздар.